Сәлем достар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен дәл осындай өзіне жарасар, нәзіктігі бар Наполеон тортын бірге жасап көреміз. Ең алдымен қайнатпалы кремімізді жасап алатын боламыз. Ол үшін бізге отқа қоюға арналған дәл осындай ыдыстарыңызды қойып, ішіне жұмыртқаларыңызды жарып аласыздар. Үстіне қантымызды саламыз. Және де дәл осындай венчиктің көмегімен жақсылап тұрып, қантын ерітіп, араластырып алатын боламыз. Сүтімізді құямыз. ұн немесе крахмалымызды қосамыз. Описание бөлімінде қанша мөлшерде қосу керектігін мен жазып кететін боламын. Венчиктің көмегімен ешқандай түйіршік қалдырмай араластырып аламыз. Сұйық массамызды отқа қойып алдым. Дәл осындай үздіксіз тоқтатпай араластырасыздар. Міне қараңыздар, біздің креміміз қоюлана бастады. Орташа отта кремдеріңізді қайнататын боласыздар. Ал мұнда біздің креміміз дайын болды. Қараңыздар, осындай қою болу керек. Осылай қайнайды беті. Бөлек ыдысымызға жаңағы ыстық болып тұрған кремімізді құйып аламыз. Мұнда яғни тез суыту үшін және де осындай жылы кезінде сары майымызды салып, жақсылап венчикпен араластырып алатын боламыз. Пищевой пленканы кремнің бетіне жанастырып, осылай жауып аласыздар. Кремдеріңіз кішкене салқындағаннан кейін холодильникке салып қоясыздар. Коржы үшін ұн, сары май, су, тұз және жұмыртқа қажет. Ең алдымен сары маймен ұнымызды араластырып, крошка жасаймыз, яғни осылай қолдарыңызбен үгітіп шығасыздар. Қолмен үгіту нәтижесінде дәл осындай крошкалар пайда болады. Осының үстінен тұзымызды саламыз. Жұмыртқамызды саламыз, және де салқын суымызды құямыз, және де содамызды салатын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, дәл осы видео сіздерге ұнаса лайк басып кетіңіздер. Қолымыздың көмегімен дәл осындай қылып қолмен қамырды жұмсақ қамыр етіп илейтін боламыз. Міне достар, біздің қамырымыз дайын болды. Дайын болған қамырымызды алып, дәл осындай қолдарыңызға жабысып жатса, кішкене ұн сеуіп жіберсеңіздер болады. Мен сияқты. Дәл осындай колбаса секілді етіп, ұзын етіп 12 бөлікке бөліп аламыз. Пергамент қағаздың үстіне дәл осындай етіп, қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Мен секілді кольцоның көмегімен немесе тарелканың көмегімен формасын келтіріп алсаңыздар болады. Дөңгелек етіп ол біздің коржымызды жинаған кезде түзу болып шығуына көмектеседі. Міне тағы да көрсеттім, дәл осылай кольцомен кесіп аласыздар. Жанындағы қамырларына тиіспейсіздер. Дәл осы қамыр күйінше 180 градуста пісіріп алатын боласыздар. Мұздатқыштан кремімізді алдық, бетіндегі пищевой пленкасын алып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз біркелкі етіп. Қараңыздар, дәл осындай біркелкі крем пайда болады. Корждарымызды кішкене қызартып пісіріп аламыз. Міне корждарымызды осылай подложканың үстіне қойып жинайсыздар. Кремнен 2,5 немесе 3 ас қасықтан салсаңыздар, сонда барлық корждарыңызға крем жететін болады. Корждарымыздың осындай артық жерлерін, яғни біз тортымызды сәндеуге қолданамыз. Осылай қолдарымыздың көмегімен үгітіп алатын боламыз. Кольцодан шешеміз тортымызды, жан жағына да кішкене крем жағып шығамыз. Осы крошкаларымыз жабысу үшін
осылай бетіне, жан-жағына крошкаларымызды жапсырып, тортымызды сәндейміз. Бетіне осылай сахарная пудра сепсеңіздер де болады. Міне достар, біздің Наполеон тортымыз дайын болды. Кескен кезде дәл осындай жұмсақ болып кесіледі. Холодильникте кемінде 3-4 сағат салып қойсаңыздар, өте керемет болып шығады. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, дәл осы видео сіздерге ұнаса, лайк басып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментарийде қоя берсеңіздер болады. Барлықтарыңызға ас болсын.